Жәнібек арғы жағындағы міне Шәлкөдеді бұйырса өтеді деген жоспарда. Алдымызда әдемі жоспар бар. Сол Мұқағали атамыздың құрметіне дәл осы Нарынқол ауданындағы ең биік нүктеде тұрып Мұқағалидың поэмасын жіберейін, көрсетіп тұр. Әкел досым, сен маған қолыңды бер, әкетейін мен өткен жолымды көр. Сонау шыңның басына шығарайын, мен мұңғой осы аймақтың жолын білер. Мінекей, шыға келдік шың басына, ал енді шақшаңды бер құрдасыңа. Атамекен туралы сыр шертейін, құлағың тұр құрдасым сырласыңа. Қалай екен, мына шың биік бекен, жарылмасын әуеге тиіп шекең. Қайсы біреу өлкемді жамандаса шоқ түскендей жаныма күйіп кетем. Біз тұрған тау есімі Елшең бүйрек. Ане, анау Елшең бүйрек, Жәнібек. Анау Тұзкөлдің бағасын. Біз тұрған тау есімі Елшең бүйрек. Шыға келсең аспанға еңсең тимек. Жазда оранып жатады көк торғынға, қыста әппақ елтірі сеңсең кимек. Басқа таудан жырақ бұл Елшең бүйрек. Тұздыкөлге тірелсе мына басы, құлар жер батыста лабасы. Анау Тянь-Шань, ал анау хан тәңірі, осы өлкенің байырғы ғұламасы. Мен туған жер Қарасаз Баурайдағы, жалғанда жер біткеннің балғаймағы. Есім кетіп жүргенде ес білдірген жаралған жұлдызым ғой маңдайдағы. Іркес, тіркес ағады қара сулар, қарасаң суларда да таласу бар. Бұл суларға менің көп бересім бар, бұл суларда менің көп аласым бар. Бақтым ғой Қарасаз келіп қонған, кисем киім ішсем ас, көлік болған. Мен де юлдың осы жер мыңын туып, әлі күнге мыңына жерік болған. Сүтін еміп өскенем сан бұлақтың, сан жыладым құрбымнан сан жылаттым. Жалын тартып мінгенем осы маңда, өмір дейтін шуасау арғымақтың. Кешір қанат, ауытқып кеткеніме, кейінірек тоқталам өткеніме. Әзірге сен шығысқа көз жіберіп, қарап отыр қиянға шеткерге. Қазір жайлау жерінен май тамып тұр, төгілердей мөлтілдеп шайқалып тұр. Қане достым, екеуміз қиялменен Шәлкөдені аралап қайталық бір. Жайлауын айт, жайлау деп Шәлкөденің, еңсесі мыңғырған мал әр төбенің, су емес суатынан қымыз аққан, пау шіркін қандай ғажап өлкемедің. Киік ойнап шатында бөктерінде, айғай тас Шәлкөденің нақ төрінде, қырағы көз шекара құмбел анау Қытай мен екі ортаны қақ бөлуде. Айғай тас албандарға атамекен, мен оны шежіремдей атап өтем. Ертеде ел шетіне жау тигенде айғайлап хабар беріп жатады екен. О жайдақ, жайдақ бұлақ, жасыл мекен, армысың ақбас атам асыл мекен. Кеудемде керемет боп қатық балған, туған